Құрметті достар, бүгін біз өз рецептімізді стейк жасаймыз. Оған бізге ет, сиыр еті, және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, корица, чеснок, кориандр, және оливка майы, және қосымша біз салат жасаймыз. Оған көкөністер. Ары қаратай бақылап отырыңыздар. Мына қосымша дәмдеуіштерді аз-аздан қосамыз. Өйткені бұлардың дәмдері ерекшелеу, біреуге ұнамауы мүмкін. Сондықтан аздан қосамыз. Біз киви қосқан себебіміз, біздің ет қарапайым, базардан алынған ет. Сондықтан кішкене жұмсақтық, еттің жұмсақтығын беру үшін киви бір ғана тілім қосамыз, және 20 минут маринадта қоямыз етті. Ең бастысы тұз. Өйткені етке ең басты керек тұз. Енді біз етімізді маринадтаймыз. Ет жұмсақ. Қазір біздің маринадымыз дайын болғанша, біз өзімізге пайдалы және өте дәмді салат жасаймыз. Өлшекте қатты ұсақ қылмаймыз.
Өте дәмді, өте күшті. Жасап көріңіздер.